Сәлеметсіздер ме оқушылар, 5-ші сынып қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жол белгілерін білеміз бе? Тілдік бағдарымыз сын есімнің түрлері. Оқу мақсаты: тыңдалды материалы бойынша жауап беру және бағалау. Тыңдалған мәтін мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру, көтерілген мәселе бойынша өз ойын білдіру. Жол белгілері көлік қозғалысын реттеу және көлік жүргізуші мен жаяу жүрушіге маңайдағы жол жағдайы жөнінде ақпарат беру мақсатында көше мен жол бойына қойылатын арнайы белгілер екен. Жол белгілері 7 топқа бөлінеді, соның ішінде тыйым салу, ескерту белгілеріне тоқтала кетейік. Тыйым салу белгілері жолдағы көлік қозғалысына белгілі бір шектеулер енгізеді, немесе бұрын қойылған шектеулердің күшін жояды. Олардың пішіні дөңгелек болады. Шеті қызыл жолақпен көмкеріліп, ақ түсті ортасында тыйым салатын шартты белгілер көрсетіледі. Ескерту белгілері жүргізушілерге қозғалыс жағдайға сәйкес шаралар қабылдауды талап ететін қауіпті учаскеге жақындағаны туралы хабарлайды екен. Ендеше оқушылар, оқулығымыздың 111 бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Суретте жол белгілері көрсетіліп тұр. Өздеріңіз білетін кез келген жол белгілерін таңдап және олардың мағынасын ауызша түсіндіреміз. Бұл тапсырманы балалар ауызша орындаймыз. Келесі тапсырма, 3-ші тапсырма. Суретте жол белгілері көрсетіліп тұр және ол жол белгілерінің тыйым салу белгісі ме, әлде ескерту белгісі ме, міне осыны ажыратып орындайсыздар. Оқушылар, біздің бүгінгі тілдік бағдарымыз сын есім және сын есімнің құрамы мен тұлғасына қарай бөлінуін өтеміз. Сондықтан тілдік бағдарға назар аударамыз. Сын есім заттың түсін, көлемін, салмағын, дәмін, пішінін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Түсі қызыл, сары, ақ. Көлемі кіші, үлкен, ұзын. Салмағы ауыр, жеңіл. Дәмі ашы, тәтті, қышқыл. Пішіні сүйір, сопақ, домалақ. Дана, мына кестеге жинаған сын есімдердің барлығын қалай атайтынын сен білесің бе? Жоқ, білмеймін. Бұлар негізгі сын есімдер, яғни түбір сөзден болған сын есімдер негізгі сын есімдер деп аталады. Жақсы, бұлар негізгі сын есімдер. Одан басқа да сын есімдер бар ма? Сен күшігіңді ақылды деп едің ғой. Осы ақылды сөзі туынды сын есім болады. Ол түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалып тұр. Сын есім негізгі және туынды болып екіге бөлінеді. Түбір сөзден болған сын есімдер негізгі, түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сын есімдер туынды сын есімдер деп аталады. Сонда қандай жұрнақтар жалғауға болады? Сын есім жасау үшін зат есім мен етістікке жұрнақ жалғаймыз. Зат есімге л, д, т, с жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, күлкілі, таулы, ақылды, көңілді, әдепті, білімді, тәртіпті. Мен де айтайын, білімсіз, көңілсіз, сусыз. Ал етістікке ғыш-гыш, қыш-қыш жұрнақтарын жалғаймыз. Сөйлегіш, білгіш, байқағыш, тапқыш. Солай ма? Дұрыс. Қандай жақсы. Сен бұл қызды сипаттағанда ылғи дара сын есімдерді қолдандың. Меніңше, мұны дара емес, күрделі сын есімдермен суреттеген дұрысырақ. Аға, олардың айырмашылығын түсіндіріңізші. Сен қара, үлкен, жіңішке, ақ, ашық, тік, тегіс, әппақ, сопақша, қызыл деген сияқты сын есімдерді қолдандың. Мұндай бір сөзден ғана тұратын сын есімдерді дара сын есім дейді. Күрделі сын есім
екі, не одан да көп сөзден жасалады. Мысалы мұнда қыр мұрынды, кең маңдайлы, бота көзді, қиғаш қасты, найзадай ұзын кірпікті, ат жақты ақ сары қыз бейнеленген. Иығына төгілген қара шашы жібектей жұмсақ екені байқалады. Көздері қарақаттай қап-қара, маржандай аппақ тістері түп-түзу, ерні күрең қызыл түспен боялған. Шынында да күрделі сын есімдермен суреттегеніңіз әсерлі болды. Себебі адам бет пішінінің өзі күрделі ғой. Бейне жазбаны көріп болсақ, оқушылар ендеше жазбаша тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма. Сын есімдер беріліп тұр. Міне осы сын есімдерді негізгі, туынды, дара, күрделі түрлеріне ажыратып орындайсыздар. Келесі тапсырма. Берілген сөйлемдерден сын есімдерді тауып, құрамы мен тұлғасына қарай ажыратасыздар. Оқушылар жолда жүру ережелерін міндетті түрде әрдайым сақтап жүруіміз керек. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.